Жамбыл облысында 5 мыңға жуық мемлекеттік қызметші жұмыс істейді. Оларға қойылар талап жылдан жылға күшейіп келеді. Сондықтан лауазымы жоғары көкесіне сенуді қойып, білімді басшылар елді басқару керек. Ал қарапайым бұқара оларға қарап бой түзеуі қажет. Бәріміз білеміз, кейбір азаматтарымыз көкесіне сенеді, кейбір азаматтар басшыларға жағымпазданып, өзінің қызметін жоғарылаймыз деп ой білдіреді. Енді оны бәріміз көріп жүрміз. Оны болдырмау үшін сол мерократия принципін біз енгізуіміз керек. Сонда өз күшіне сенетін, білімі, біліктігі артып, мемлекет қызметші жұмысын жақсы атқарады деп ойлаймын. Республика бойынша мемлекеттік қызметкерлердің 1/4 бөлігін жастар құрайды, ал біздің аймақта олардың үлес салмағы 20%. Бүгінгі жас қызметші ертеңгі мемлекеттік қайраткер. Десек те жастардың мемлекеттік қызметке келуі бүгінде оңай шаруа емес. Әсіресе жаңадан оқу бітірген маманды шеттету қоғамымыздағы көп көріністің бірі. Біздің билік басшыларға бір ұсыныс ретінде айта кетерdim. Әлі жассың ғой, кішкене жүре тұр деген стереотиптерден құтылу керек деп ойлаймын. Бізде қолынан істе келетін, жұмыс істей алатын біраз жастар бар. Жастарға еш қорықпай қызметті беру керек деп ойлаймын. Жастардың мемлекеттік қызметкер атану үшін өзде талаптанып, білімін оқу қабырғасында шыңдауы керек. Әсіресе 3-4 курсты тамамдайтын жастарды іріктеп, мемлекеттік қызметке дайындау біздің міндет дейді ішкі саясат басқармасының басшысы. Қалай десек те мемлекеттік қызметкер елдің сенімін ақтап, ұлтымыздың абыройын асыруды көздейтін тұлға. Бастысы халықтың қызметшісі екенін ұмытпаса игі. Жансая Айтбекқызы, Марат Таубаев, 77 News.